Саламатсыздар ма? Мен осы жұмаданға осыдан 2 ай, 3 ай бұрын келіп қаралдым. Сол кезде жаман ауырып келдім. Өтім жүрмей, әлсіреп, ұйқымда дұрыс болмай, ас қорытуым дұрыс болмай, сондай енді дәрігерлер айтады ғой, средний тяжестіден төмен болып келдім даже жағдайым. Содан жұмаданға келіп, мені 2 курс лечение алдым. Бірінші келгенде 10 күн система қойды, дәрілерін берді. Одан кішкене жақсы болып қалдым, деген мен әлі ауырып тұрдым. Екінші курс лечениеға 2-ші айда келгенде, онда жұмадан маған тағы да 5 күн система қойып, одан кейін емдік шөпті дәрілерін берді. Содан мен қазір 2,5-3 ай болып қалды. Мені 3-ші рет курс лечениемді алдым. Қазір өте жақсы болып қалдым. Аллаға шүкір, тәуба. Енді осы жұмаданның арқасында, осы бірінші Алладан кейін жұмадан осы дәрілерінің, емдік шөптерінің арқасында мен өте жағдайым қазір өзіме жақсы. Бұрынғыдай емес, әлсіздігім бәрі басылып, ас қорытуым жақсарып, ұйқымда тынышталып, тамаққа тәбетім ашылып, өте жақсы сезініп қалдым. Соған мен жұмаданға көп рахмет айтып отырмын. Аллаға шүкір, тәуба, осындай азаматтарымыз, осындай білімді балаларымыз көбейе берсін. Осылардың арқасында өстіп денімізді, денсаулығымызды түзете беруіңе рахмет сенің жұмадан. Сіздерге ауырып жүрген адамдарға, ас қорыту органдары, мынандай бұрын мен даже грыжа шея болғам. Баяғыда мен осы жұмаданға 3-4 жыл бұрын келгем. Ол кезде жұмадан басқа жер істеген. Сол грыжамнан да тәуір қылған осы жұмадан ине салып, сол жұмаданды тауып ап, өтім ауырғанда, өзім жағдайым қатты ауырғаннан кейін жаныма батқасын тауып ап жұмаданды. Осы емдерді рахмет жұмаданға, аман болсын осы азаматтарымыз. Қазір жақсымын, келіп қаралып, өстіп емдік шөптер алуларыңызға мен кеңес беремін. Өйткені үкіметтің дәрісі де жақсы шыға дегенменен де шөп дәрілерді өте жеңіл, адамға орысша айтқанда легче, былай жақсы сіңімді дәрілері. Бір аштып, ауыртып, басқа органдарына кері әсер деген сезілмейді. Мен соны байқадым. Өзімде бұрын больницада істеген өмір бойы, сонан осы шөп дәрілерді таңдадым. Бұл таңдауым мен өзім дұрыс деп ойлаймын. Аллаға шүкір, тәуба. Аман бол, жұмадан саған көп рахмет құлыным. Осы аман бол, сен аман бол. Алладан кейін жұмадан осы денсаулығым жақсы түзеліп қалғанына. Сіздерге кеңес беремін. Осы кісіге келіп, қаралып, дәрілерін алуларыңызға. Өте жақсы дәрілер, шөп дәрілері. Өте емдік несі, өте жоғары. Бірақ та оған бір ішіп қана кетпеу керек, 2 рет, 3 рет келуіңіз керек. Өйткені постепенно организмға постепенно сіңеді. Мен өзім медработник болсам, осыны өзімнің еммен айтып отырмын, өзім тәжірибеммен айтып отырмын. Сондықтан сіздер қаралуларыңызға, жұмаданға келулеріңізге кеңес беремін. Өкінбейсіздер, өте жақсы. Рахмет, сау болыңыздар. Бәрекелді, Алла толық шипасын берсін, ауырмаңыз. Жұмадан көп рахмет саған. Сау болыңыз.